Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз осындай дәмі тіл үйретін финикив шоколад әзірлейтін боламыз. Ең алдымен керекті заттарды даярлап аламыз, яғни ол құрма, зубочисткалар, шоколадтар. Мен бельгиялық шоколадты қолдандым. Сіз өзіңіздің қолыңызда бар шоколадты қолдансаңыз болады. Осындай кондитерлік мешоктар және салмасына жаңғақтар қажет. Ең алдымен шоколадтарымызды еріту үшін жаңа ғана қайнаған суды ыдысқа құйып аламыз. Шоколадтарымызды кондитерлік мешокқа салып, жаңағы құйылған суға салып ерітеміз. Шоколадтарымыз еріп жатқан сәтте құрмаларымыздың ортасын осылай кесіп, дәнектерінен жақсылап тазартып, өздеріміз қалаған жаңғақтарды ортасына салмасына салуға болады. Мен осындай грецкий орехты алып, әдемілеп салып, зубочисткалармен бекітіп алдым. Зубочисткалар еріген шоколадқа құрманы малған кезде өте ыңғайлы болады. Және қалған құрмалармен де осылай ішін тазартып, жаңғақтармен толтырамыз. Салмасы салынған құрмалар осылай болып шығады. Әрі қарай өзімізге ыңғайлы екі бос ыдысты алып, жаңағы мешоктағы шоколадтарымызды ішіне орналастырамыз. Орналастырғаннан кейін салмасы салынған құрмаларымызды алып, жақсылап малып бос тарелкаларға қоямыз. Егер сізде кондитерлік арнайы мешоктар болмаса, онда шоколадтарымызды кесеге салып, микроволновкада да ерітіп алуға болады. Дайын болған құрмаларымызды әрлеу үшін, егер осындай мешокта шоколадтар қалып жатса, мешогымыздың басын сәл ғана кесіп, әрі қарай әрлеп шығамыз. Кішкене ғана кескеннен кейін осындай іс-қимылдар арқылы әдемі узорларды шығаруға болады. Егер шоколадыңыз қалмайтын болса, өзіңізге ыңғайлы кокос, жаңғақ немесе басқа да кондитерлік әрлеуіштермен әрлеп шығуға болады. Әрі қарай мен осылай әрлегеннен кейін кейбіреуін жаңағы қалған жер жаңғақпен де әрлеп шықтым. Осылай әрлеп болғаннан кейін тоңазытқышқа 30 минутқа қалдырып, қатырып аламыз. Қатырғаннан кейін әдемі қағаздардың ішіне орналастырып, дастарханға ұсынуға болады. Өте дәмді. Барлықтарыңызға кеңес беремін. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.